менің атым Мәрзия. Мен мына Зинадан мынандай офистен алып едім мынандай дәріні. Ашты ба? Сосын Атрайлайнде алдым. Сонан алғаннан кейін қатты ауырдым. Ойбай, мен мына дәрі неге алдым деген ойда болдым. Бірақ соны ішіп 2-3 күн бір жеті ауырған шығармын. Сонан кейін қой ішпеймін ба деп ойлап едім. Тыңдамай іше бердім. Қайткенде іше берейін. Орнынан тұра алмайын дедім. Сәпсем тұрам. Жүру деген мұң еді. Қазір Құдайға шүкір мен ішіп тұргелем. Отырам, жатам, түнде ауырмайтын етсеш. Мынаны тағы тауыстым, тағы ешкім келіп отыр. Зинажан, маған тағы алып бер. Мына халыққа айтатыным осыны ала беріңдер, іше беріңдер, денсаулыққа жақсы. Мына біздің ауылдың ауа райы жаман. Оны ішкен дұрыс. Мен жасым 80-де қазір. 80-ге бір жасым кем, бірақ сонда да мен алып іштім, тәуірмін. Докторға барған жоқпын, докторға көрінген жоқпын. Бірақ мына дәріні алып ішіңдер. Халқым осыны